Рас, біздің кітап, деді басын ықыластана изеп қойып. Содан соң бір-бірлеп беттерін ақтарып қарай бастады. Бір кезде кітапты көтеріп бетіне тақады. Пәлі, өзінен дәрі иісі шығады. Ескеңдерші. Әуеновтың қасына ең алдымен Зайкүл жүгіріп барды. Ол кітапты ала салып, дұғалақтай етіп бетіне бастады. Рас, мүңкіп тұр, деді. Оқ дәрі иісінің қандай болатынын сезбесе де. Бұған басқа қыздар мырс етіп күліп жіберді. Сен маған баға жетпес ғажап дүние сыйладың-ау, Ербол, деді Әуенов, екі көзі жасаурап, тебірене үн қатып. Өзім майданға бармасам да, бұл кітап менің бір перзентім болып соғысқа қатысыпты. Сол перзентті сен аман-есен ертіп әкеліп қолыма тапсырдың-ау менің. Соғыс деген өрт болса, өртке жанбай шыққан бұл кітаптың жаңа бір бағасын және таныттың сен. Рахмет, қарағым. Аудитория сілтідей тынып қалған еді. Профессор бойын тез жинап, кезекті лекциясын бастады. Әуенов лекциясының екінші сағатының соңында бағанадан бері толассыз буырқанған теңіз үні тоқтап, аудитория ішінде әлде бір әлсіз бұлақтың болымсыз сылдыры естілгендей болды. Естелігімнің тақырыбы мен оның оң пұшпағындағы арнауды даусым дірілдеп, сүрініп қағынып, әрең айтып шықтым да, тамағымды кенеп сәл тыныс алғаннан кейін мәтінді оқуға кірістім. 1942 жылдың ортасында Алатау бауырынан эшелон әскер майданға шеру тартты. Бұл Алматыда құрастырылған атқыштар бригадасы еді. Жарты жылдай Астана айналасына лагерь болып әскери өнерге жаттыққан жауынгер бөлім тұтас көтеріліп, отанға тиген жау қайдасың, деп батысқа қарай бет түзеген болатын. Соңғы эшелондардың бірінде артиллеристер дивизиясы кетіп бара жатты. Соғыс кезінің паровозы жаңғырығы жер жарып, қатты жүйткиді. Жолда кездескен станциялар разъездердің тұсында ащы бір айғайлайды да күрс-күрс етіп тарта береді. Су алу, көмір тиеу қажет болмаса, басқа жерге көп тоқтамайды. Толассыз жүйткіп зырлап ағады. Қызыл вагондардың екі жақ есіктерін бірде шалқайта кең ашып тастап, көлденең керме тақтайға асыла иін тіресіп, майданға кетіп бара жатқан жауынгерлер туған жерге жүректері елжірей көз тігеді. Қарт атадай ақ бастау, жас анадай жасыл желек жамылған орман, сары бел, салқын көл, бәрі самаладай болып, бірінің соңынан бірі ұзап қалып барады. Өз алдында бір шолақ эшелонға ұқсап, шеткі үйінің түтіні будақтап ауыл тепең-тепең қаққан салт атты жолаушы, обадай қақшиып қалған қойдың шетінде тұрған шопан жалт етіп бір көрінеде ғайып болады. Күн батқанша дала бетіне үңіліп, көзі жасаурап талғанша көп қараған адамның бірі салпы сары жез мұртты кәрі солдат, Талдықорған облысының Ақсу ауданынан келе жатқан Сәттіғұл Өсенов болды. Сапта жүруге жарамаймын, көп тұрсам аяғым талады, белім ауырады деп Өсенов зеңбірек атына мінуші болған. Осыған орай бір солдат бағана, сапта тұрса аяғы ауыратын, көзелдің күні бойы қозғалмастан қызыл вагон есігінің алдында қақшиын деп бір қағып өткен. Оны естіген өзге жұрт қатты бір ду күлісіп алғаны болатын. Жолдасының әжуасына да, жұрттың күлгеніне күлгеніне де қарамастан, Өсенов вагонның босағасына сүйенген күйі далаға қарап тұра берген. Енді міне, жер бетін түннің қара мақпалы шапаны бүркеп, вагон ішінде майшамның жалғыз көзі сығарайғаннан кейін Өсенов артына бұрылып, шамды қоршай отырған жолдастарының қасына келді. Әттең шіркін, қалдау қайран жер, туған жер, деді ол отыра беріп, вагон ішіндегілердің бәріне естірте, аузынан қызыл жалын атқығандай шермен күрсіне айтты. Шам айналасында, вагонның бұрыш-бұрышында қара көлеңке жерде 4-5-тен бірігіп алып, әр жайды қоңыр әңгіме етісіп отырған жұрт Өсеновтің мына сөзін естіген шақта тым-тырыс болып, бір сәт үндеместей қалысты. Ат айдаушы шалдың қалдау қайран туған жер деген шер сөзі майданға аттанып бара жатқан осынау сұсты солдаттардың жүрек қылын басып қалғандай болды. Шал айтқан туған жерде әркімдің жанашыр жақыны, жақсы көрер жандары қалып барады. Біреу қарт әке, біреуді қадірлі анасын еске алады, біреудің көз алдына жақсы жар, жас баласы келеді. Енді біреудің жүрегіндегі жар етем деген жасына қосыла алмай кеткен зар, арман зары ащы запыран болып ақтарылады.
шал сөзі әр жүректің түкпірінде жатқан осындай мұңды сырдың пернесін басады. Әлден уақытта «Жоқ, қалған жоқ, ол бізбен бірге» деген саңқ еткен бала бүркіт үніндей жігерлі жас дауыс естілді. Бұл зеңбіректің екінші көздеушісі Құсайынов Айтқали деген жауынгердің үні еді. Айтқали қараңғы бұрышта отырған орнынан тұрып шамға таман жақындады. Туған жер мына кітаптың ішінде. Ол жұртқа сол кезде баспадан жаңа ғана шыққан, өзі Алматыдан аттанар алдында вокзал басында сатып алған ақын романының алғашқы кітабын көрсетті. Жауынгерлер тез, қуатты үлкен магнит тартқан көп ұсақ шегедей болып Айтқалидың айналасына жиылды. Вагондағы жалғыз жарық соның алдына қарай итерілді. Бір табадан ыстық күнде шүрпілей су ішкен ақ бүрпек балапандай болып, қара көлеңке вагон ішіндегі қайраттың жастары басы сол кітаптың үстіне түйісті. Ішіндегі жандардың жылауық баланың бесігіндей үздіксіз шайқай тербеген үлкен вагонның қабырғасына түйіскен үйме-жүйме көлеңке үздіксіз қозғалып тұрады. Солдаттардың ақын романын оқуы осылай басталды. Алматыдан аттана аққан жұлдыздай зымыран шұбала созылған ұзын қызыл эшелон Мәскеуге келді де, қазақ бригадасы Астана түбіндегі Бабушкин деген қалада пойыздан түсті. Мұнда біраз жатып тыныққаннан кейін жауынгерлер қалың тоғайлы көкшіл көлді Калинин облысының жеріне қарай жаяу тартты. Өн бойлары мұздай көк қарумен құрсанып, күн демей түн демей ерлер етікпенен су кешіп, арттары ауыздықпен су ішіп, суыт жүріп ұзақ сапар шекті. Артиллеристер майдан жерінің батпаған белуардан кешіп, ер қаруы ұзын тұмсық көк болат зеңбіректерді тынбастан алға қарай сүйреді. Ол батып қалған жерде «Раз-два взяли» деп орман ішін жаңғырта айғайлап, оның қалқанынан, стволынан итереді. Доңғалақтары көпшіктерінен батпаққа батқан ауыр қаруларды, ауыр азаппен алға тартқан мұндай қиын қысталаң шақтарда екі етегін белге түренген жаяу әскер зеңбірекшілерді басып озып, оларды артқа алысқа тастап кетеді. Алдыңғы шепке тақаған сайын колоннаның бас жағынан «Воздух» деген зәрдей ащы үні жиі естіле бастайды. Ирелеңдеген жыландай етіп, созылтып шұбалта айтқан осы бір үрейлі сөзді ести сала, солдаттар жолдан шығып, тым-тырақай қашып, жол шетіндегі орманның қойнына тығылады. Қанатына қара бүйісі бар сарала самолеттер ырылдап кеп төбеден төнеді. Міне, осындай жорық кездерінде 15-20 минуттық үлкен бір дамылдау шаға болады. 12 мүшесі сау кісілер қас қаққанша қолынан айырылып шолақ, аяғынан айырылып ақсақ болып шыға келетін, жаңа ғана қасқая күліп отырған немесе құлындай ойнап жүрген жолдастарың лезде жан тапсырып, мәңгіге жоқ болып кетеді. Адам өмірі түнгі үлкен оттан ұшқан ұсақ ұшқындай сөніп жататын майдан өмірі үшін 15-20 минут қысқа ғұмырлы солдат қауымы дамылдап жан шақырып, талай қызық күлкілерден кенелетін, естеліктер айтысып, ес жиып қалсатын өзінше бір ұзақ уақыт. Колоннаның алды тоқтап, сол жерден біреудің аузынан біреу қағып әкететін, артқа қарай дауыстап жеткізіп жататын «Привал» деген команда шыққанда, теңіздің жиегіне қайран жанға рахат берер таудай толқындар лықсып, бір-бірі қуалап, бір ләззат қызығымен өзіне қарай жақындап келе жатқан сияқтанады. «Привал», сен де бар даусыңмен қуана дауыстап, өзіңнен кейінде келе жатқан жұртқа жар саласың да, жол шетіне шығып, сызды жерді салулы төсектей көріп, жолдастарыңмен бірге жантая кетесің. Бойыңдағы солдаттың ауыр жүгінен арылып, құрыс тұрысыңды жазып, рахаттана керілесің. Таңертеңгі ауылдың мұржаларынан жарса будақтаған түтінді еске түсіріп, қомағайлана бұрқылдатып, темекі сорасың, демаласың. Артиллерия дивизиясының жауынгерлері 20 мен 25 арасындағы қырдың қызыл гүліндей жайнаған қыршын жас жігіттер еді. Бұл шақтағы көңілге жақсы жар, сұлу қыз жайы көп оралатыны даусыз. Өмірдің бүршік атар көктеміндей бұл тұста осы жастар орталарын қақ жарып өтіп жатқан осынау майдан жолына көгелденген көп қозыдай болып соғыс әлегімен сол бір ыстық шақтан алыс қалған. Бірақ олардың әрқайсының жүрегінде алаулап жиналған махаббат бар. Сондықтан да осындай тыныштық демалыс минуттарында
Алдымен 2-3 солдат құйрық жамбастарымен жер сыза жымыңдай жортақтасып келіп, Айтқалимен тізесе жайғасады. Оның бірі әрқашанда зеңбірек көздеушісі Ризуан Қалиев. Айтқали, Абай мен Тоғжанның кездескен жерін тағы бір оқып жібермейсің бе деп қолқалап отырады. Айтқали шаршап отырмын деп бәлденбейді. Арқасындағы зат қапшығын иығынан сыпырып алдына алады. Сабынға айналар сақардай шуатылған зеңгірек майы көп сіңіп, жарадар болған жарылған жерлерінен батпақ орнап, қап-қара болып күстеніп кеткен қолының арбиған салалы саусақтарымен қапшықтың аузын аша бастайды. Оның ішінде таңертең старшина берген күндік қорек, жұдырықтай нан, карабиннің 60 патроны, лимонка аталатын сыртқы тақталана бөлінген шоколад сияқты бұжыр-бұжыр 2 гранаты жатыр. Солардың арасында жорықтағы солдаттың ешқашанда пайдаланылмай қапшығында жүретін таза бет орамалына оралған ақын кітабы бар еді. Айтқали ол орамалдың ішінен кітапты алып, оның өзі жатқа білетін шытырман деген тарауын ашып, тамағын кенеп, қарлығыңға дауыспен нәшіне келтіріп оқи бастайды. Айтқалидың қолындағы кітапты көргеннен кейін бұлардың төңірегіне таяу маңдағылардың бәрі тегіс жиналады. Зеңбіректе жегулі тұрған атының шылбырына қолын ұстап, Өсенов те Айтқалидың артына келіп жантаяды. Тараудың бас жағы әкесінің жұмсауымен жасөспірім бозбала Абайдың Сүйіндік ауылына келгенін, оның көрікті ақылды қызы Тоғжанды көріп, оған ғашық болатынын баяндайды. Айтқали тамағы тағы бір кенеп алып, ары қарай оқиды. Орташа келген қырлы мұрны енді анық көрінді. Қырынан қарағанда бір түрлі сүйкімді екен. Жұмсақ жұмыр иегінің астында жұқа ғана бір толқындай боп нәзік бұғағы білінеді. Жылтырап таралған шашы, қап-қара қалың өріммен, ерекше әппақ нәзік мойнынан қарай құлап түсіпті. Үлкен де кіші де емес, әшекей сырғасы діріл қағып, дамыл алмай сілкіне түсіп тұр. «Уа бәлем, қызмай-ақ екенсің-ау», деді әркімдер осы тұста сүйсіне үн қатысып қалады. Абайды өзіне ғашық еткен қыз осал болмайды деймісің бе? Өсенов жез мұртының ұшын ширатып жіберіп, ақырын бір жұтынып қояды. Ұзақ сапар шегіп, шаршап шалдығып келе жатқан жандардың езулеріне жылы күлкі жүгіріп, көздері жайнай түседі, жүректері лүпіл қағып, өздері сол сұлу Тоғжанның қасында тұрғандай сезінеді. Жүрек түбінен әркімге елде қалған өз Тоғжаны елес береді. Онымен өзінің ең алғаш қалай кездескені еске оралады. Бір сәтте олар өздерінің орман ішінде оқ астында отырғандарын, жаны тебірене жар денесін сипауға созған қолдары қазір автоматтың соғыс стволын қысып тұрғандығын ұмытып кеткендей болады. Осы кезде алдан әр түрлі дауыспен ышқына айтылған «Поместам» деген жауынгер команда құлаққа шалынады. Бойларына күш жиып, қуаттанып қалған жауынгерлер орындарынан атып-атып тұрады. Жауынгер Айтқали Құсайынов 1943 жылдың 9 қаңтарында Великие Луки қаласының түбінде жау танкісімен зеңбіректің жекпе-жек атысында ер өлімімен қаза тапты. Соғыстың қатал дәстүрі бойынша өлген солдаттың денесі бойынан қару-жарағы, қойнынан құжаты алынып, жаңа қазылған жас қабір басында қарулас серіктестерінің ақырғы құрметі көрсетіліп, туған жердің топырағына беріледі. Отан үшін қан төгіп, жан берген ер солдаты жер ана құшағына қысып, мәңгілікке алып қалады. Айтқалиды қастерлеп қойып, жауынгерлер жолдастарынан жаудан кегіңді аламыз деп серт еткендей аспанға 3 дүркін оқ атып салют бергеннен кейін оның жетімсіреп жерде жатқан карабиннің кіші сержант Ризуан Қалиев көтеріп, ал зат қапшығындағы патрондарды өзге серіктестеріне бөліп береді. Қалған 2 гранат пен ақын кітабын кіші сержант өз қойнына тығып алады. Өлген жауынгердің қойнынан алынған құжат, комсомолдық билет пен қызыл әскер книжкасының арасынан жөнетілмей қалған 3 бұрыш хат шықты. Хаттың сыртында Семей облысы, Белағаш ауданы, Ерназаров, Тоғасова Задаға делінген адрес бар екен. Зада Айтқалидың сүйген қызы, ол сонау Белағашта селолық кеңестің хатшысы болып істейтін. Айтқали қыздан үзбестен хат алып отыратын. Селолық кеңестен хат келген сайын қуанып,
жолдастарына сүйген қызы жайында көп жалынды әңгімелер шертетін. Заданың сұлулығында, сабырлығында бір ғана Тоғжанмен теңестіретін. Тек Заданың құлағында дір қағып, дамыл алмай сілкіне түсіп тұратын сырғасы ғана жоқ, деп қуана күлетін. Хат ішінде Айтқалидың маржандай әріптерімен мынадай сөздер жазылыпты. Қалқам Зада, қазір біз үлкен бір орыс қаласының түбіндеміз. Айтқали әскери құпияны сақтап, Великий Луки қаласын осылай атапты. Жау осы қалаға аранын ашып тұр, анталап тұр, бірақ біз оны бермейміз жауға. Оған сенімің кәміл болсын. Қазір түн. Мен жертөледе кезекшімін. Жолдастарым жанымда тегіс тынығып жатыр. Олар тоңбай жақсы ұйықтасын деп темір пешке өкіртіп от жағып отырмын. Далада шыңылтыр қарды шықырлата басқан сақшы аяғының сықыры ғана естіледі. Жертөленің сыртына немістер жақтан бір келіп, мені жарылды. Қорыққанға көз көрінеді деген рас болуы керек. Немістердің түні бойы осылай түсінен шошынғандай бет алдысы оқ атып отырмаса көңілдері көншімейді. Сен одан қорқпай-ақ қой. Мұндай құр далбаса үшін атылған жау оғының маған да, менің жолдастарыма да келтірер қырсығы жоқ. Сен қазір ұйықтап жатқан боларсың. Мен пешке шайыры мол, құрғақ ағашты қалап қойып, снаряд гильзасынан жасалған солдат шамының түбінде кітап оқып отырмын. Ол сен туралы, екеуміз жайында жазылған кітап. Ақын романы. Соның бел-белесте деген тарауының аяқ жағында Абай мен Тоғжанның екінші рет кездесуі баяндалады. Екі дос жан әрең табысып, бір-біріне жүректерін жайып, ынтыға ұмтылысқан шақта оларға Қарауыл өзені тасып кетті деген суық хабар келеді. Бұл Абайға да, Абай жанындағы әйелдердің де бастарына төнген қатер еді. Сондықтан да ол тез кетпек болып, қимас ғашығын тастап, асығыс жөнеледі. Кітаптың осы жерін оқышы сен Зада, тағы бір қайталап оқышы. Екеуміздің жайымызда нақ осы сияқты болды ғой. Біз осы жазда қосыламыз деп уәде байланысқан шақта, сол бір тәтті түннің таңертеңінде соғыс басталып кетті емес пе? Бізге төнген қатер көктемде тасыған шағын өзен Қарауыл емес, шалқар отанымызды шарпыған сұрапыл соғыс болды ғой. Оқасы жоқ Зада, сол Қарауылдың қалың сеңінен, қамауынан құтылып, өзеннен аман өткен Абайдай болып, бір күні жауды жеңіп, жетермін мен саған құстай ұшып, қуана күліп алдыңда тұрармын қанатымды кең жайып. Сонда біздің соғыс ажыратқан құшағымыз қайта айқасады, мәңгілікке айқасады. Қош сәулем, Задашым, Тоғжаным менің, ақ бетіңнен аймалай сүйіп, сенің, тек қана сенің Айтқалиың. 8 қаңтар 1943 жыл. Дала почтасы. Жебір соғыс жалмаған асыл азамат сүйгеніне жетпеді. Төбе басын томпитып алыста қалды. Бұдан кейін де соғыстың сансыз темір тісі, тілгілей жыртқан азалы жерге адам сүйегін сепкілей талай күндер өтті. Жауынгерлер қилы-қилы қанды жорықтарды, қиын-қиын қырқысқан ұрыстарды бастарынан кешірді. Жырым-жырым болып, солдаттар қойнындағы кітапта тозды. Бірақ жігіттердің жүректеріндегі Тоғжан тозған жоқ. Ол әшекей сырғасы діріл қағып, жорықта солдаттармен қатар жүрді. Ол жылтырап таралған шашы, қап-қара қалың өріммен ерекше әппақ нәзік мойнынан қарай түсіп, құлай түсіп, жауынгерлердің қол ұстаса жауға қарай сан рет шабуылға шықты.